Балдар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз аусыл ауруы. Бұл өте жұқпалы вирустық індет болып табылады. Жұп тұяқтылардың ауыз қуысынан сілекей ағуы, тұяқтардың зақымдалуы және желінің жанындағы терілердің күлдіректеуі пайда болуы. Аусыл қоздырғышы вирус болғандықтан ол өте тез таралады, сондықтан біздің шаруашылықтарға экономикалық шығын алып келеді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аусыл ауруы болды. Мен аусыл ауруының қандай қауіпті екенін толықтай түсіне алдым. Аусыл ауруының алдын алу жоспарын құру мақсатында мен Түркістан облысы Сарыағаш ауданының ветеринариялық инспекцияға мәлімет алуға барамын. Сарыағаш ауданы аусыл ауруы тіркелмеген. Аусыл ауруына қарсы алдын алу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Көктем айында вакцинация жүргізіледі.